Сәлеметсіздерме? Мен акушер-гинеколог Измурзаева Қарлығаш Абдырзаковна. Бүгінгі сіздерге айтатын тақырыбым гормоналды контрацепцияның түрлері. Ең бірінші гормоналды контрацепция дегеніміз не? Яғни ол әйелде өзінде осындай гормондар бөлінеді, соның синтетикалық түрін ағзаға енгізу арқылы жүктіліктен қорғанудың түрі. Ең бірінші көп таралған түрі бұл таблетка, яғни бұны біз күнделікті ішіп отыруымыз керек. Түріне қарай оның 21-лік түрі бар, 28-лік түрі бар. Бұның құрамында эстроген және прогестин бар. Екі гормон, бұның екі түрі бар. Екіншісі тек қана прогестин, яғни ол көбіне емізулі әйелдерге арналған. Ал бірінші түрі, яғни эстроген прогестин бар құрамында гормон, бұл жүктіліктен қорғануға арналған, яғни етеккірдің бірінші күнінен бастап ішіледі. Егер 28 таблетка түрін ішетін болсаңыз, онда үзіліссіз 28 күн бойы ішесіз. Ешқандай үзіліс жасамай 28 күн біткесін артынан жаңа таблеткасын бастап кете бересіз. Ал егер 21 таблеткалық түрі болса, онда етеккірдің бірінші күнінен бастап ішесіз. 21 күн ішіп, 7 күн үзіліс жасайсыз. 7 күн үзілістен кейін 8-ші күні жаңа таблеткасын, коробкасын ашып бастап кете бересіз. Бұл таблетка түрі. Екінші түрі бізде пластыр, яғни пластыр бұл теріге жабыстырылады. Иыққа немесе ішке жабыстырылуы мүмкін. Пластыр ол бір жабыстырған ішінде қорабында 3 пластыр болады. Біріншісі 7 күнге жабыстырамыз. 8-ші күні жаңа пластыр жабыстырамыз. 20 күн бойы жабыстырып, 7 күн үзіліс жасаймыз. 7 күн үзілістен кейін жаңа пластырдың қорабын ашып, қайтадан бастаймыз. Бізде осы үзіліс кезінде етеккір келуі керек. Яғни бұл да қолайлы әдіс. Біз яғни ауыз арқылы ішпейміз, денеде жабысып тұрады, ешқандай кедергі келтірмейді. Үшінші түрі бұл вагинальды сақина түрі, яғни бұл вагинальны салынады 21 күнге, етеккірдің бірінші күнінен 21 күннен кейін алып тастау керек. Яғни бұны дәрігердің көмегімен алып, дәрігердің көмегімен салынады. 7 күн үзіліс кезінде етеккіріміз келу керек. Төртінші түрі, яғни инъекциялық депо-провера деп аталады. Бұл 3 ай сайын салынып отырады әйелде.